Ағылшын тілін қанша уақыт оқуға болады? Көп адамдар осы сұрақты қояды, бірақ шынымен тура жауабын таба алмайды. Сіздермен мен, мистер Жас, келіңіздер осы жайлы сөйлесейік. Ең бірінші түсіну керек жайт, ол ағылшын тілі сізге не үшін қажет? Кейбіреулер саяхаттау үшін оқуы мүмкін, ал басқалары болса экзамен тапсыру үшін. Осы екі жағдайды салыстырып көрейікші. Бірінші жағдайда сіз саяхаттау үшін керек болса, сіз адамдармен жай ғана бұл қанша, болмаса мына жерге қалай жетсем болады, тағы да басқа сұрақтар сұрайсыз, иә? Сіз политика жайлы, медицина жайлы, болмаса басқа да тақырыптар жайлы терең білім қажеті жоқ. Ал егер сіз экзамен тапсыратын болсаңыз, сізге бүкіл ағылшынның грамматикасын жақсы білу керек. Сондықтан да сіз өзіңізге ашық сұрақ қойыңыз. Сіз қанша уақытта ағылшын үйренемін деп сұрайтын болсаңыз, сіздің қандай мақсатыңыз бар? Егер мақсатыңыз үлкен емес, тек қана қандай да бір деңгейде жақсы сөйлей алу болса, онда сізге көп уақыттың қажеті жоқ. Ал егер сіз ағылшынды өте жақсы білгің келеді десеңіз, сонда сізге келесі сұрақты қою керек. Сіздің қазіргі ағылшын тілі деңгейіңіз қандай? Егер сіздің деңгейіңіз ол средний болса, мысалы pre-intermediate, то сізге intermediate болмаса upper intermediate білу қажет. Advanced деңгейі барлығына қажеті жоқ. Яғни, егер сіздің деңгейіңіз pre-intermediate болса, келесі деңгей, ол intermediate деңгейін сізге 2-3 болмаса 4 айдың ішінде оқып бітіре аласыз. Сонымен сізге 2 деңгей керек, онда 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6 айдың ішінде, яғни жарты жылдың ішінде сіз осы 2 деңгейді бітіре аласыз. Ал егер сіз ағылшын тілінде мүлдем 0 болсаңыз, онда сізге әрине beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate оқу қажет. Енді осы уақыттың барлығын қосыңыз. Егер сіз тек қана разговорный, яғни сөйлей алу деңгейінде жақсы білгіңіз келсе, онда әрине сізге осы сөйлеуге қатысты көбірек мән беру керек. Ең бастысы, достар, сіздер өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Сіздердің мақсаттарыңыз қандай? Осы сұраққа қатысты комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сіздің мақсатыңыз қандай? Бәлкім нақты сіздің оқу жоспарыңызды жазып бере аламын. Және қанша уақытта ағылшын тілін оқи аламын деген сұраққа тағы бір жауап, ол сіздің оқу мәнеріңіз қандай? Яғни адамдар кейбіреулер тыңдау арқылы, оқу арқылы аз уақыт ішінде оқып кете алады. Ал кейбір адамдарға терең түсіну қажет. Яғни индивидуальный подход деп айтамыз, иә? Кейбір адамдар тез-ақ түсініп кетуі мүмкін материалды. Ал басқа адамдарға жан-жақты оқу керек, және де көп қайталау қажет. Сіз қай жағынан көбірек оқисыз? Мысалы, кейбіреулер визуал болып бөлінеді, кейбіреулер аудиал. Басқа біреулер ұстап сезу арқылы, яғни іс жүзінде қолдану арқылы. Біреулер логикалық тұрғыдан үйренеді. Сондықтан да сіз қалай үйренесіз, сізге қалай ыңғайлы, сол жағынан да ойлап көрсеңіз болады. Сонымен, ағылшын тілін 1 айдың ішінде, болмаса 2 айдың ішінде үйренуге бола ма? Жауап иә және жоқ. Ағылшын тілінде сөйлей алу үшін қанша уақыт қажет? Егер сіз ағылшын тілінде қандай да бір тақырыпта сөйлесе алғыңыз келсе, 2 айдан 1 жылға дейінгі уақытты алсаңыз болады. Әрине, сіз не қалайсыз соған байланысты. Сонымен, достар, видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, подписаться батырмасын басып, жазылып қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше.